Ассалаумағалейкум тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз қазақтың атақты жыршысы Мұрын жырау жайлы, яғни барша қазақтың жалпығы қазақтың бес барша алтын орданың тарихын бізге жеткізген жыршы. Осы көптеген ғалымдардың болжамы мен деректерін осы Мұрын жыраудың жырына қарап, яғни Қырымның 40 батырына қарап дәлелденіп жатыр осы кісінің арқасында. Яғни жалпы барша қазақ тарихында жырлаған кісі біздің заманымызға дейін жеткізіп кеткен. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, ой пікірлеріңізді білдіріп, жаңа да басқа деректер білсеңіздер бөлісе отырыңыздар ағайын. 1859 жылы Маңғыстауда Бозашы өңірінде Қоңырқопа деген жерде Мұрын жырау дүниеге келеді. Әкесі Сеңгірбек негізі ұсталықпен айналысқан кісі. Үлкен ұлы қайтыс болғаннан кейін ұзақ уақыт балалы болмай 10 жылдан кейін ұлды болады. Яғни Мұрын жырау дүниеге келіп атын тілеген деп қояды. Кейін жеңгелер еркелетіп оны Мұрын деп атап кетеді. Халық арасында Мұрын жырау жастайынан әкесіне ұсталыққа көмектесіп, кейін домбыра ұстап, ән күй жырлауға әуестене бастайды. Бұны байқаған анасы дәйінен ертегі аңыздар айтып, және әннің жырдың мақамын келтіріп, жырлау өнерін үйрете бастайды. Мұрын жырау екі ғасырдың куәгері және өмір сүрген адам, яғни 19 ғасыр мен 20 ғасырдың. Мұрын жырау 16 жасында үйленіп, бір жылдан кейін әкесі қайтады. Сол кездері, яғни патша үкіметінің Сібір қазақтар генерал-губернаторлардың үкімі шығып, қазақтарға салық артылып, қиын қыстау кездерін басынан кешіп жатқан кезде оған халық наразы болып 1870-1873 жылдары тарихта қалған Иса Досан көтерілісі, яғни адайлардың көтерілісі кездеді. Бұны патша үкіметі қорыққаннан барша Кавказдан Бакудегі дағыстандық сондағы әскерлер дивизиясын жіберіп көтерілісті басады. Көтеріліс басылғаннан кейін халық тонауға кірісті. Бұл уақытта жас жырау да көшуге мәжбүр болады. Рулас туысқандармен бірге Хиуаға көшеді. Түркмен, өзбек, тәжік жерлерін біраз уақыт көшіп қонып, 10 жылдан кейін атажұртқа қайтып келеді. 1880 жылдары атажұртқа қайтып келгеннен кейін атақты Қашаған жыраумен біраз үзеңгілес, біраз жырларды үйренеді. 1897-1898 жылдар аймағында Қарақалпақстан жеріндегі Қожелі мекеніне қоныс аударып, сонда тұрады. Сол кездері Мұрын жыраудың басынан қиын қыстау кез болады. Яғни әйелі дәметкен 6 баланы дүниеге алып келген еді. Шетінен 6 баладан айырылып үлкен күйзеліске түседі жырау. Туған жері Маңғыстауға қайтып келеді. Қайғы жұтқан жыршы ата кәсібі ұсталықпен айналыса бастайды. 1907 жылы әйелі дәметкен қайтып, жалғыз қызы Тұрлан екеуі қалып, кейін екінші рет үйленіп, Жаншаға тұрмысы дұрыстала бастайды жыршының. 1940 жылы Жанша қайтқаннан кейін қызы Тұрлан мен күй баласы қолына келіп тұрып демеу болады. 1942 жылы Қазақ Академиясының филиалының президенті Қаныш Сәтбаев пен Қазақ әдебиет және тарих институтының председателі Нығмет Сауранбаев және Қазақ СССР кеңесінің төрағасы Нұртас Ондасовқа хат жазылып, жырауды шақыртып, жағдай жасау хатын жолдайды. Мұрын Сеңгірбекұлы 1942 жылы 11 тамызда Алматыға келіп, алғаш рет Қырымның 40 батыры жазылады. Мұрын жырау 1954 жылы бір айдай төсек тартып сырқаттанғаннан кейін өмірден озып, Форт Шевченкоде қала маңындағы Сейсем ата зиратына жерленеді. Жалпы қазақ тарихында Мұрын жыраудың рөлін атап кетсек, бұрыннан жоғалып қала жаздаған, яғни тарихымыз өшіріп қала жаздаған үлкен мұрағат деп айтуға болады. Яғни бұл жыршыны жалпы қазақ қасиетті деп айтқан, әруақты деп. Сонша жырларды ештеңе оқымай, жаттамай бір уақытта жырлаған. Мұрын жыраумен көршілес болған көршілер айтатын, 3 ай жырлағанда да бітпейтін жыр еді, 4-5 айға дейін жырлайды деп. Соншалықты Алла тағаланың құдіреті жадына қаншама ақпарат сыйдырып және мұра қылып тастап кеткен. Бұл Алтын Ордадағы үлкен рөл атқарған тұлғалар, батырлар, жалпы тарихымызда болған көптеген оқиғалардың жыры. Осы арқылы көптеген ғалымдардың, яғни қазіргі болжамдармен дәлелденіп жатқан ақпараттар тарихымыздағы көптеген ашылмай қалған ақтақтарды ашуға мүмкіндік беріп жатыр. Сондықтан жай ғана жырау емес, қазақ тарихында елеулі азамат болған адам Мұрын жырау, және соңғы өзіне алған үлкен жауапты істі толықтай келесі ұрпаққа жеткізіп кетті. Рахмет толық тыңдағандарыңызға ағайын. Комментарий жазып, лайк басып, жан-жаққа таратып кетсіңіздер. Үлкен қолдау болар каналдың дамуына.